Қайырлы күн. Біз Аягөз қаласының Мелешов жалпы орта білім беретін Аралас мектебінің 10 сынып оқушылары. Мен Амангелдина Шолар, мен Құдайбергенова Нұрай. Біз айнымалы экономика, тұрмыстық қалдықтарының энергетикалық әлеуеті жобасын ұсынамыз. Жобаның мақсаты тұрмыс қалдықтарын электр энергиясына айналдырудың тиімді әдістерін зерттеу және оны үй жағдайында қолдану мүмкіндігін анықтау. Міндеттері: тұрмыс қалдықтарын өңдеу технологияларын зерттеу, экономикалық тиімділігін бағалау, экологиялық әсерін талдау, қазақстан жағдайында қолдану мүмкіндіктерін зерттеу. Өзектілігі: тұрмыстық қалдықтарын тиімді өңдеу және оларды энергия көзі ретінде пайдалану мәселесі қазіргі кезде Қазақстанда және бүкіл әлемде өзекті болып отыр. Қоқыс қалдықтарын өңдейтін осы технологияларға тоқталамын. Инсинерация, пиролиз, газдандыру, биогаз өндірісі. Қазақстанда жалпы қоқыс қалдықтарын өңдейтін 116 кәсіпорын бар. Олардың 18-і Шығыс Қазақстанда екен. Оның экономикалық тиімділігіне тоқталатын болсақ, шығындардың азайту, қосымша табыс көзі, жұмыс орындарын құру және инфрақұрылымдық даму жатады. Ал экологиялық тиімділігі бойынша полигондарға түсетін жүктемені азайту, атмосферадағы шығындарды төмендету және табиғи ресурстарды үнемдеу болады. Аягөз қаласы Аягөз өзенінің қоршағасында орналасқан стратегиялық маңызы бар қала. Жалпы аумағы 49,6 мың километрді құрайды. Халық саны 45 мыңға жетерлік кішкентай қаланың өзінде экологиялық проблемалар кездеседі. Қоқыс жәшіктерінің сыртына дейін толып жатқан тұрғын үйлердің айналасындағы шашылып жатқан қоқыстарды көруге болады. Бұл адамдардың жауапкершіліктерінің жоқтығын, табиғатқа деген салғырттығын аңғартады. Бұл Аягөз қаласындағы қоқыс полигоны 5,7 километр аумақты алып жатыр. Қаладағы бүкіл қоқысты жинап алып келіп, осы алаңға үйеді. Үйілген қоқысты жылына 2 рет өртеп отырады. Өртенген қалдықтың түтіні ауаға таралып, атмосфераны ластайды. Ал біз болсақ сол түтінді жұтып, денсаулығымызға зиян келтіреміз. Аягөз қаласынан шығатын қоқыс қалдықтарын электр энергиясына айналдыру жайлы айтып өтсек, 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда қалдықтардың жалпы көлемі 4,1 миллион тоннаны құрайды. Оның 14% пластик, 13% картон бумаганы құрайды. Аягөз тұрғындарының саны 40,650 адамды құрайды. Орта есеппен бір адам жылына 450 килограмма жуық қоқыс шығарады. Аягөз бойынша жылына жуық шамамен 18,1 мың тонна қоқыс қалдықтары шығарылады. Энергия формуласын салатын болсақ, 1 тонна қалдықтардан тікелей қоқысты жаққан кезде өндірген электр энергиясы 550 киловатт сағатқа тең болады. Осы қоқыс қалдықтарының көлемі бізге 10,65 мың киловатт сағат энергия береді. Бұны біз онлайн калькулятор бағдарламасы арқылы есептедік. Аягөз қаласынан шығатын тұрмыс қалдықтарын электр энергиясына айналдыру жолын Pixverse жасанды интеллект арқылы моделін көрсетеміз. Тұрмыстық қалдықтарынан электр энергиясын алудың бір жолы биогаз өндіру арқылы алу. Біздің мақсатымыз тұрмыстық қалдықтарынан биогаз өндіру арқылы электр энергиясын алу процесін Pixverse жасанды интеллект визуалды түрде көрсету. Ол үшін мынандай құралдар мен материалдар қажет. Күнделікті тамақтанудан кейін қалатын органикалық қалдықтар, анаэробты биореактор, бұл герметикалық контейнерге жинайтын және сақтайтын ыдыс. Биогазды электрге энергиясына айналдыратын электр генераторы, газ қысымының манометрі, температура датчигі және су қажет. Қалдықтарды дайындау: органикалық қалдықтарды сақтап, оларды анаэробты биореакторға саламыз. Бұл биореактор генетикалық болуы тиіс, яғни ауа кірмейтіндей етіліп жабылады. Анаэробты орта құру: биореактордың ішіне су қосып, оның ішіндегі қалдықтармен араластырамыз. Бұл процесс қалдықтардың анаэробты ыдыратуын қамтамасыз етеді. Биогаз өндіру: биореактордың белгілі бір уақыт аралығында, әдетте 2-3 апта температурасы 30-40 аралығында ұстап тұрамыз. Осы уақыт ішінде бактериялар қалдықтарын ыдыратып, биогаз негізінен метан мен көмірқышқыл газы түзеді. Газды жинау: түзілген биогазды газ жинағышына жібереміз. Газ жинағышта манометр арқылы газдың қысымын өлшеп, жинақталған биогаз көлемін анықтаймыз. Тәжірибе биогаздың тиімділігі мен оның электр энергиясын айналу процесін зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс Қазақстанның қалдықтарды өңдеу саласында қолдануға тиімді және экологиялық тұрғыда қолайлы әдіс ретінде ұсынылуы мүмкін. Тәжірибені қорытындылай келе, тұрмыс қалдықтарын электр энергиясына айналдыру мүмкіндігі екеніне көз жеткіземіз. Біз ұсынған жүйе адамдарға қоқыстың құнын көрсетіп, оған энергия айналдыруға мүмкіндік береді. Біз сеніммен айта аламыз: бүгінгі қалдық, ертеңгі энергия. Ұсыныстар: мемлекеттік қолдау қалдықтарды өңдеу және энергияға айналдыру саласын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге асыру. Инвестицияларды ынталандыру: қалдықтарды энергия көзі ретінде пайдалану саласында инвестиция салатын компанияларға салықтық жеңілдіктер мен басқа да ынталандыру шараларын ұсыну.
білім беру және ағарту, халық арасында қалдықтарды бөлек жинау және қайта өңдеу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру. Технологиялық трансфер, шетелдік озық технологияларды Қазақстан жағдайына бейімдеу және енгізу бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Жобамызды қорытындыласақ, экологиялық әсер, тұрмыс қалдықтарын электр энергиясына айналдыру, Аягөздің экологиялық жағдайын жақсартуға үлес қосады. Экономикалық пайда. Бұл технологиялар қосымша табыс көзін қамтамасыз етіп, табиғи ресурстардың сарқылуын төмендетеді. Жаңа жұмыс орындары ашылып, халық жұмыспен қамтылады. Энергетикалық тәуелсіздік. Қалдықтарды энергия көзі ретінде пайдалану елдің энергетикалық тәуелсіздігін арттыруға мүмкіндік береді. Болашақ даму. Қалдықтарды өңдеу және энергияға айналдыру саласын дамыту Қазақстанның ұзақ мерзімді дамуына оң әсерін тигізеді.